Баяғыда үлкенде тыныш қалада. Күні бойы ойнағанды жақсы көретін мейірімді бір кішкентай қыз өмір сүріпті. Бүгін ол ерекше бір нәрсе боларын сезгендей ерте ояныпты. Кейде үлкен қаланың тыныштығында бір ғана кездесу адамның өмірін мәңгіге өзгертіп жібереді. Бұл дәл сондай күн еді. Жай ғана ойнап жүрген кішкентай қыз кенет жұмсақ, әлсіз дыбысты естіді. Дыбыс оның жүрегін бір сәтте сырғытып өтті. Қыз сыртқа шыққан сәтте бір кішкентай ғана әлсіз дыбысы естілді. Мяу демес, қыңқ деген кішкентай үн. Қыз жайлап бұрылып еді. Қораның жанында тоңып отырған кішкентай күшікті көрді. Қыз тізерлеп жай ғана қолын созды. Күшік болса бірден сенбеді. Бірақ қыздың мейірімді көздері оны жылытқандай болды. Ол жақындады, иіскеді. Сосын құшаққа ене кетті. Осы күннен бастап екі кішкентай жүрек бір үйде табысты. Қыз күшікті жуындырып, тамақтандырып, оның кішкентай төсегін дайындап берді. Ал күшігі оған шексіз сүйіспеншілік сыйлады. Ойындар, серуендер, күлкі. Күн сайын олардың достығы күшейе түсті. Әр сәт жүрекке мәңгі сақталатын естелікке айналды. Бір күні серуен кезінде аспаннан кенет жаңбыр жауып кетті. Қыз күшікті өз құшағына алып, оны жылытып үйге асықты. Ал күшіктің кішкентай көздері рахмет деп тұрғандай жарқырады. Түн болғанда қыз кітап оқиды. Ал күшігі оның жанында тәтті ұйқыға батады. Кейде ол қорқып оянып кетеді. Бірақ қыздың құшағы оның ең қауіпсіз орны. Күннің алғашқы сәулесі бөлмеге түсіп тұр. Қыз бен күшік бірге оянып жатыр. Қыз күшікті отыр, жат дегенде үйретіп жатыр. Күшік тыңдап отыр. Бірақ әр достықтың бір сынағы болады. Саябақтағы бір сәт бәрін өзгертіп жіберді. Күшік жоғалды. Ал қыз жүрегімен іздеуге кірісті. Қыз қатты қорқып, оны атымен шақырып іздей бастады. Ал үміт өше бастаған кезде кішкентай таныс дыбыс ағаштың артынан шықты. Екі жүрек қайта бірікті. Ал оның кішкентай досы ағаштың артында тығылып қалған еді. Қыз оны көргенде жүгіріп барып қатты құшақтады. Екеуі қайта табысқан сәт күннің жылуындай болды. Үйдің ауласында қыз бен күшік қуанып ойнап жүр, күлімдеп жүр. Күн батып бара жатыр. Қыз бен күшігі биік төбеде қатар отырды. Олар үнсіз еді. Бірақ жүректері сөйлеп тұрды. Өйткені ең әдемі достық мейірімнен басталады.